Бәрекелді, құрметті ағайын, армысыздар, есен аман бармысыздар? Эфирде Шуылдақ Шадырман бауырларыңыз. Мінекей ұлтымыздың салт дәстүрін елге дәріптеп жүрген күйші композитор, қазақ елінің ұлттық намысын жыртып жүрген азаматтардың бірі, қазақтың ұлтшылы Әділбай Тобыш ағамыз, әнші композитор ағамыздың бүгін шаңырағына келіп отырмыз. Аға, ыстық ықыласыңызға үлкен алғыс айтамыз. Рахмет. Көп алғыс айтамыз. Қош келдің. Мынау сіздің өзі тырнақалды туындыларыңыздың бірі болып саналатын міне Қайран әкем деген күйіңіз. Рахмет. Жарықтық осы күйді естіген кезде тұла бойымыз шымырлап, әкемізді еске алып, бір сондай көзге жас келетіндей де бір керемет әсерге бөлеген. Осыдан бір 2 жыл бұрын бе тыңдағанымызда. Мінекей бүгін шаңырағыңызға шақырып, бір сұхбат берейін. Ұлтыма, еліме айтарым бар еді. Өзіндік жиған тергенім, рухани мұрам бар еді деп бір ауыз осы өтінішімізге құлақ асып бізді шаңырағыңызға шақырғаныңызға үлкен алғыс аға. Қоз сойылып жатыр. Бәрекелді. Тоқты, қоз емес, тоқты. Көп жасаңыз, иә. Керемет, енді нағыз қазақтың білесіздер, қонақжайлылығы. Енді былайша айтқанда ол енді кітапта жазылмаған, ішкі жан дүниеден шығатын дүние. Жүректегі сенім ғой. Қазақ соның үшін айтқан жақсыға қай жерде де бір орын бар деген. Мысал үшін мына армысыздар дейді, біздің қазақ армысыздар деген ғой. Ол соң бері келе әртүрлі дінге, әртүрлі ұлтқа қосылып, ана армияға барғанда орыстың бірінші жаман боқтық сөзін үйреніп алдық қой. Сол сияқты, сол жаңағы сорғыш сияқты елдің жаманын сорып алып, көп нәрсені қазақилықты ұмыттық қой. Ұмыттық. Айтайын дегенім, біздің қазақта сенім деген нәрсе ешқашан жоғалмаған. Сенім деген нәрсе немен келген? 7 атадан бері қыз алмағанбыз, сүйегіміз сұлтан, қанымыз таза халықпыз. Қанның тазалығы. Қазақтың өзі қанның тазалығы, сүйектің сұлтандығы былай тұрсын. Ыдысын көріп асын іш дейді ғой. Табағына қарама, қабағына қара дейді. Қонақ көрген үйдің қызын ал дейді. Қатын алма, қайын ал. Еркектің атын қатын шығарады, қатынның атын отын шығарады дейді. Бәрін біздің қазақтың сенімінің бәрі сыйластық пен құрметке келіп тіреледі. Дастарханның басында, отынның басында барлық құрмет сыйлық. Біздерге жаңағы дінге кіргізіп алып, кіріп алып, иманды бол деудің керегі жоқ. Біздің өзіміздің жүрегімізде, қазақи тәрбиеміздің жүрегімізде, өзімізде сенім тұр. Не үшін? Әке мен шешеге, аға мен жеңгеге, қарындасты қадірлеу, ағайынмен тату болу, өлігін бірге көміскен, қызығын бірге бөліскен дейді. Бәрекелді. Басқа артық не сөз керек қазаққа? Артық не керек? Айтыңыз. Қалай алсаң солай ал. Енді қазіргі заманда жаңағыдай бөтен ненің әртүрлі несіне кіріп кетіп айтып жатқандарымыз көп. Мен ондайға да бір не жазғанмын. Ағасын сыйламайтын інілерге, сосын ағайынның арасын әртүрлі жолға, көбіне мына сау түстеп, тиын тауып, кішкене 5 тиынның үстіне тағы 10 тиын қосып сатқан адамдар, енді маған ішінде адалдары көп шығар, бәріне көпке топырақ шашып отқан жоқпын. Өзіңіз ойланыңыз. Солардың ішінде, мысал үшін, Мұхтар маған келіп отырсын адайдың үйіне. Ол енді папаңның танысы ғой, оның ұруы басқа ғой, деп ақымақ әйел болса үйде балдарына солай айтады. Ал жақсы, ақылды, баяғы қатынның атын отын шығарады, еркектің атын қатын шығарады дегенде жақсы әйел болса, ойбай, папаңның ол жақын досы ғой, сендерге туған ағаңызды ғой деп отырса, бала да баяғы қазақи сенімді жоғалтпай, ағайыншылыққа, достыққа, туыстыққа, жарандыққа, жекжаттыққа жақын бола береді. Мен енді сондай жаңағыдай теріс ұғымдағы жеңгелерімнің сөзін естіп қалып, ол пәлен, бізден 4 ата жер ғой, ол былай ғой, ол өзі қарабасын ойлаған адам ғой, деп балаларына айтып отқан бір батыс жаққа тойға барғанда бір жеңгемнен естіп қалып, мынандай сөз жаздым. Жеңге деген жақсы, жеңге деген анаңдай адал болса, қайтер едің сұрқия сараң болса. Ағайынның арасын жікке бөліп, ұрпағына у берер надан болса деп жазғанмын. Біздің қазақи сенім, бізге сенім, бізге дінге кіргізіп алып, иманды бол деудің керегі жоқ. Қазақи сүйегі сұлтан, қанын тазалығымызбен келген біздің сеніміміз, біз жаратушы, жарылқаушы, жасаған иеміз, тәңірім бізді ешқашан тастап кетпеген.
Бәрекелді. Қонақ келсе қой союды ұмытпаған. Қызды ұзатса сыңсуды айту, қызға ақыл айтуды ұмытпаған. Қонақ көрген үйдің қызын ал деген не сөз? Қонақ көрген үйдің қызын ал деген сөз. Қонақ қандай үйге келеді? Бірінші. Жақсы үйге келеді. Баяғыда шалдар атпен кетіп бара жатқанда, ай, қайда барамыз десе, аяғы бүтін үйге барайық дейді екен. Аяқ деген ыдыс аяқ қой. Аяғы бүтін деген не сөз? Аяғы бүтін деген сөз тамағын дұрыс, ыдысы таза, қабағы ашық, аяғы бүтін дегенде тек ана о заманда да сынық кесе болған шығар. Сынық кесесі бар үйге бармайық деген сөз емес. Біздің қазақтың тарихын алсаң, біздің ата бабамыздың жүрген жолынан, біз қазір жолынан жаңылысып, жоралғысын жоғалтып келе жатқан халықпыз. Біз сенімді жоғалтып жатырмыз. Ана иманды бол дегенге иманды боламыз деп далаға біреуге жүгіреміз. Мысал үшін өзің айтыңыз. Мешітке барғанда қолыңды жайғандағы Құдай мына үйіңде отырып жайғанда бермей ме? Ол бәрібір Құдай беру керек шығар. Сіз қалай ойлайсыз оған енді? Меніңше беру керек. Беру керек. Совет заманында бір мешіт болған жоқ. Көршіміздің үйімізде 5 тонна, 6 тонна, 7 тонна көмір түсіріп жатады. Шешеміз айтады: үй алмай нағып отырсың, ана күрегіңді ал да бар шашан үйге. Бәрекелді. Ал енді қазір кім-кімге көмектесіп жатыр? Ал Қазақстанда 3000-4000 мешіт бар, күнде уағыз айтып жатыр. Бір көршінің баласы келіп көмектеспейді ғой. Бірдеңе істеп жатсаң, көмектеспейді. Бір-екеуіне айтсаң, аға қанша бересің дейді. Қанша бересің дегенде біз көзіміз ашылып, есіміз кіріп, етегіміз жапқалы есткен сөзіміз емес. Осы жақын соңғы 20 жылдың ішінде естіп жатырмыз сол сөзді. Қанша бересің аға? Масқара десеңші. Масқара ғой. Баяғы қазақи сенімнен айырылып бара жатырмыз, Мұхтаржан. Қазақи сенім деген не? Туған нағашым ғой. Қой сойыңдар, туған нағашым келіп жатыр. Туған женім ғой, туған апа жездем ғой, туған қыз күйеу ғой, туған құдашам ғой, туған женім ғой, туған бөлем ғой, көз көргенім ғой, ауылдасым ғой деген сөзді жоғалтып бара жатырмыз. Біз содан айырылмай қайтадан сол жолға, қазақы жолға түссек, бізге ешқандай діннің керегі жоқ. Тек ана жаратушы, жарылқаушы, жасаған иеміз Тәңірімізді ұмытпауымыз керек. Себебі ол құдірет. Ай мен күнді, күн мен түнді, жер мен көкті, жан тәнімізді жаратты. Күнді шығарып тұрғанда сол Тәңір, батырып тұрғанда сол жаратушы, бізді жарылқабатқанда сол жарылқаушы. Керемет аға, керемет. Енді осы жерде міне сенім мәселесіне келдік. Енді қазір қарасақ, осы өзіңізбен жолығып отырғанымыздың да басты себебі жаңа өзіңіз айтып кеткен қазақы құндылықтардың жоғалып кетпеуі үшін соны елімізге қайта жеткізіп, мына жастарға түсіндіріп, қазір көбісі енді былайша айтқанда әйтеуір мына арабтың идеологиясына еріп кетіп жатқан адамдар көп. Енді біз сізге бір осы жерде бір кішігірім бір сұрақ қойып кетсем, сіз айттыңыз ғой, бұл қазақтың аталық өзінің жолынан біз ауытқымауымыз керек. Ал енді мына қазір осы арабтың идеологиясын айтып жүрген жігіттер мен қыздар біраз айтады, қазақтың рухани діңгегін, рухани тірегін, рухани мынау фундамент десек, соны арабтардың идеологиясы, арабтардың данышпандары салып берді. Соның арқасында қазақ болып көсегесі көгерді деген секілді айтып жүрген біздің арамыздағы өзімізден шыққан азаматтар бар. Ол бір арабтың адамы біз туралы айтты деп оны қойып берші, ол сол жақта ит үреді, керуен көшеді ол жақта. Соларға не дер едіңіз? Ол енді надан деген атқа да жатпайды, топасқа да жатпайды, бір тобырдың шаңына ілесіп жүргендер деп есептеймін. Себебін айтайын. Себебі сонда қалай? Құдай әділ дейді. Сонда әділдігінен айырылып қалған ма Құдайдың? Біздің ата бабамызда күй шығарған. Күймен біреудің жақсылығын, қуанышын жеткізген, қайғысын жеткізген халықтың ақылы сонда сонау ана арабтың діңгегінен төмен болғаны ма? Қай араб күймен біреудің қайғысын, қуанышын естірді деген тарихта бар. Ол күймен домбыраның дыбысын түсінген, бүркіттің балапандаған уақыттағы дауысын түсінген, тола шыңдан естіп балапандалу үшін, мынаның балапаны шыққан екен деп бүркітті шыңнан естіп, соның дауысынан білген халықпыз. Сонда біз ақымақпыз ба? Біз ақымақпыз ба? Иттің үргенін көріп, иттің үргенінен бөтен адам келе жатыр деген. Қарапайым деп жатқанды оған ауылдастар. Енді қараңыз. Жайлауда жатып киіз үйде
біздер жаңағы бұрын солай болған ғой, киіз үй болмаса жерден төле қазып алған жер төле дейді. Сонда ана жұлдызға қарап, аспанға, айға қарап, жұлдызға қарап жатып, ана қасында жатқан баласын әкесі, әй шырағым, ана жақтан әкең, атаң, жеті атаң қарап тұр, нағашы атаң қарап тұр ана жақтан. Сен жаман болуға тиісті емессің. Аналар ана жақтан көріп қояды да, сенің жаман болсаң, олар қиналып қалады ғой деп айтқан адам, сонда екі дүниені білмегені ма? Екі дүниені білмегені ма? Қазағымай. Өзің айт, Мұхтаржан. Қара, ана жайдауда жатады екен. Менің атам ауылда Түркменстанда ыстық болды. Сонда жаңа құм түсіріп қоятын атам. Кеште құм салқын, ана жаңағы үй сыбайтын шеге құм дейді біздің елде. Шеге деп айтады құмды, шеге құм дейді. Сол құм кеште салқындайды, соның үстінде отырғанда айтатын еді. Ай, ана жақтан қарап тұр, бәрі қарап тұр, Әділжан деп маған айтады, Әділжан ана жақтан бәрі қарап тұр дейді. Сол да құлағымда тұр. 5 уақыт намазын оқығанша еді, бірақ бәрібір айтатын еді. Қазақилығын тастамаған адам еді. Ана жақтан бәрі қарап тұр, Әділжан дейтін еді. Маған Әділтай дейтін еді. Ана жақтан бәрі қарап тұр, Әділтай дейтін еді. Бәрекелді. Сонда қазақтың құндылығы бұл жалпы алғанда енді мынау бізге қазіргі шеттен келген мынау арабтікі дейік, басқадікі дейік, енді оның бәрінен артық болып тұр ғой сонда. Біз ешкімді даттамайық, ешкімді мақтамайық, өзімізді жоғары санамайық. Тең атаның баласы теңдікке көнсе кемдікке көнбейді деп қазақ бекер айтып кетпеген. Тең көре қояйық. Бірақ бізді кем көруге кім оларға жол берді? Біз оларды тең көрейік. Біз өзіміздің білгенін қайсы, білмегенді кешірмеген дейді. Біз олардың жаңағы тәкаппарлығына қосылмай қояйық. Бірақ біз оны кем көрмейік. Бізді кем көруге оларды кім үйретті? Қай пайғамбары, қай сахабасы, қай діні үйретті сенен қазақ кем деп? Значит, оларда жүрегінде тәкаппарлық бар, бізді кем санаса. Сол арасында айтып жатады ғой жаңағыдай, сендер баяғыда жаңа не дейді, енді былайша айтқанда көшіп бастарыңа суырдың майын жағып, сосын жаңағыдай білгендеріңді істеп, жаңағы айтуға ауызда бүкіл суырдың майын жағайық, қабанның майын жағайық керек болса, қасқырдың майын, қойдың майын жағайық. Осы доғдырдың бүкіл әлемдегі жағып атқан мазының бәрі май емес пе? Сонда біздің ата-бабамыз ақымақ па? Сол майды ойлап тапқан, қайнатып алған. Сонда біздің ата-бабамыз ақымақ па? Енді бүкіл әлемдегі жараға буынның сырқырағы бәрі май ғой жағып атқан, шырағым ау. Керемет аға, керемет. Енді осы жерде бір тең атаның баласы теңдікке көнсе де кемдікке көнбейді деп керемет айттыңыз. Міне қазақтың сөз құдіретін қараңызшы, мінекей осы адамның теңдігін айтқан ғой қазақ. Адам баласының теңдігін. Бәрекелді. Жаманнан басыңды сатып ал дейді қазақтың шалдар айтқан. Мысалы үшін сені ол кем көрсе, сен тең көрдің ғой, жаманнан басыңды сатып ал дейді. Ай шырағым, менен аулақ жүр деп ішіңнен айтып кетіп қал. Сатып ал дегені өзің ондайдан жырақ жүр деген сөз ғой. Керек болса бірдеңесін беріп құтыл деген. Керек болса бірдеңе беріп подарка, шырағым менің қасыма жолама сен. Бәрекелді. Біздің ата бабамыздың кеңдігінде кеңдік еш жерде жоқ. Бәрі сол жеті атадан қыз алмай, сүйектің сұлтандығын, қанның тазалығын сақтағанынан келе жатқан. Бәрекелді. Енді жаңағы тең атаның тең балалар туралы бір осы тақырыпқа кішігірім не қоя кетсем, осы білесіз енді біраз мынау араб жақтан көшіп келдік, қазақтарды адам қылдық. Содан кейін енді біздің сүйегіміз сұлтан ақ сүйекке жатамыз, ал сендер қарасыңдар деген секілді бір сөзді айтатын кісілер бар. Соларға не дейсіз? Мен ойлаймын, осы ақ сүйек деген сөзді шығарған біздің ата-бабамыз соларды бір кішкене қалжыңмен шығарды ғой деп ойлаймын. Бір бостау адамды бор сүйек деп ататын еді ғой қазақ. Бор деген ақ болмай ма? Мен кейде ойлаймын. Боргемік. Боргемік дейді, тағы бір зат. Шикөкпе дейді, қазақ айта береді ғой, жаңа әлсіздеу адамға, неге қорқақтау адамға. Соған мен ойлаймын, сол ақ сүйек деген сөзді соларға жаңағы бір-бірінің жаңағы сүт ембесе болды деп өзінің жаңағы жақынын алғасын сол кішкене бостау, аурулау бола береді ғой. Жаратылысқа қарсы дүние ғой. Медицинаның өзі мойындап жатыр. Тәжікстан, Өзбекстан айтып жатыр, қазақтан үлгі алыңдар деп патшалар айтып жатыр, президенттері. Жеті атадан бері қыз алмаңдар, ана қазақтан үлгі алыңдар деп жатыр. Соған қарағанда мен ойлап қаламын, кейде осы ақ сүйек деген сөз солардың
кішкене боргеміктеуінен айтты ма екен қазақтың шалдары баяғы ата бабам деп ойлап қалам қалжыңдап. Сол мақтап отырып жаңа таспен ұрғанда аспен ұрды ау деп ойлап қаламын кейде. Ақ деген сөзді қосып. Кейде енді адамның ойы жүрек қой кете береді. Бірақ енді олар өздерін айтқан болса, сендер қарасыңдар дегені болса, енді біздің қаралығымыз сол болсын, жаратылысты білгеніміз болсын. Жеті атадан бері қыз алуға болмайды деген. Ал енді сол қаралықпен жүре берейік, сол данышпандықпен қара болатын болсақ. Иә, керемет аға, керемет. Осы жерде енді сіздің бір керемет туындыларыңыздан біреуін тыңдап жіберсек, әрі сөздің арасында бір не болар? Мына Жетісуға көшіп келгесін, 3 қызымды ұзатып, шешеме арнап ән жаздым отбасыма. Үлкен үшеуі ұзатылған Жанар Гүлнар Дәметкен, әжең көрсін өздеріңді бой жеткен, әкем марқұм көре алмады сендерді, сендер өстің атаң басқан белдерде деп. Содан осы Жетісуға келгесін о қызды ұзаттық, жақында 11-ші 3 қыздан немерем болды, ұлдар енді жетісіп келе жатыр. Мынау міне Гүлнар деген қызымның, Балжан деген немерем. Ай, бәрекелді. Бәрекелді, өмір жасы ұзақ болсын, бақытты болсын. Төрт қараның қызы, ата деп мені жақсы көреді. Соның бірі осы Жетісуға келгесін, осы қуаныштарды бергесін, қазақта бір керемет сөз бар ғой, басқан топырағыңның, ішкен суыңның қадірін біл деген. Менің бір жазған сөзім бар, теңізге тезек тастама, ұрпағың түседі. Бірдеңе ұмытып отырмын енді қазір. Теңізге тезек тастама, ұрпағың түседі. Шымырауға түкірме, әулетің ішеді. Шыңырауға түкірме, әулетің ішеді. Көлден айырып шөлді даттама, жер ана жалғыз басың түседі деген. Бәрекелді. Қай жерде кететіңді білмейсің ғой. Сол айтпақшы, мына Жетісуға келгесін осындай Құдай абырой беріп, мына Албан Суан, Үйсін, Дулат, Жалайыр, Қаңлы, осы жаңағы Үйсіннің балдары бәрі төбесіне қойып, өнерімді құрметтеп, сөзімді мойындап, 1-2 медаль беріп, профессор деп атақ беріп, сөйткесін жаңағы ішкен суымның, басқан топырағымның, бұл топырақта қанша әулиелер, қанша қазақ жерін қорғаған батырлар әруақ деп жауға шапқан атам жатыр. Сол атамның ұрпағын көбейткен, соның ұрпағына сүтін берген, бүкіл данамен, данышпанды, баламен жаңа батырды, биді туған қанша әжем жатыр бұл топырақта. Бәрекелді. Соның үшін қазақ айтқан әруақты жерден ат үркет деген. Бәрекелді. Ана арап жатқан жерден ат үркет демеген. Әруақты жерден ат үркет. Міне қайда жатыр әңгіме. Қазағың қайда? Әруақты жерден ат үркет. Ат жануардың өзі ан жерде әруақ жатқанын біледі екен. Не деген қалыппыз? Мысалы үшін ат түгіл есектің өзі иесі алдына түссе үстінен баспай секіріп кетеді. Ат түгіл есекке Құдай ес беріп қойған. Біздерді біреулер сендер қарасың дейді. Қарасың деген сөз, сонда біздің хайуандай есіміз болмағаны ма? Иә. Біз қалай біреуден үйренеміз? Сонда не, Құдайдың әділдігі қайда? Бізді кеміс қылып жаратып, соларға ақша төлеп тұрсын, дан төлеп тұрсын деп, оларды артық қылып жаратты ма? Иә. Біздің ата-бабамызда кек алу деген болған. Кек алу деген. Қазақтың ең мықты сөзінің бірі, мен әлі күнге құлағымнан тастамаймын. Құлағымнан тастамаймын, ойымнан тастамаймын. Атаңның досы дос, қасы қас деген. Атаңның досы дос, қасы қас. Не деген? Біздер атамыздың қасына, ағамыздың қасына, әкеміздің қасына барып, қасына кіреміз ғой. Соған пайдалану үшін. Біз сол жоғалтқан жоралғымызбен жолымыздың ең жаманы әулетіміздің, ұруымыздың қасына 5 тиыны болса, соның қасына барып жалпылдаймыз. Тап аштан өлетін адамдай. Ол не? Сол баяғы қазақылық сенімнен айырылу деген сөз. Біз баяғы ата-бабаның сенімінен айырылып жатырмыз. Не үшін? Әртүрлі діндер бізді әртүрлі жолға салып жатыр. Түсіндің ба? Түсіндім. Сен кез келген ұлтты, кез келген дінді құрметте, бірақ мақтасаң, өзіңнен артық қойсаң, ана жердің астында жатқан кемпір мен шалдың сүйегі сырқырайды. Бәрекелді. Аузымыз бірлікті жоғалту деген сол. Біз атамыздың қасын дос қылдық, досын қас қылдық. Не үшін? Опять сол жоралғымны, жолды жоғалтып алдық. Бәрі жаһандадан келіп тірейді. Қазіргі заманның ештеңесі жоқ. Жаңбыр жауып тұр.
сол тәңір жаңбырды да беріп жатыр, құдай қарды да беріп жатыр, желді де беріп жатыр, суды да беріп жатыр, малды да, жанды да, ұрпақты да беріп жатыр. Кешіріңіз, өзіміз жаңылысып жатырмыз. Мен соның үшін былай деп жазғанмын жаһандануға. Қожа қыз бізге дінді үйретіп келгеннің өзі көбі орыс болып кетті ғой. Қожа қыз қазақ болып шашын қиды, ар-ұят шаршады ма жасын тыйды, дәретті әжең марқұм жылап жатыр, қазақ қыз әкесімен чөртік киді, жаһанға наданданған басын иді деп жазған. Біз надан заман, жаһанданған наданға басымыз дейдік. Сақтаудың орнына, өзіміз сақтаудың орнына өзгеге басымыз дейіп жатырмыз. Біз міне жолды, жоралғыны жоғалту деген осы. Не бір ақылды аталар өткен, шалдар жатқан біздің ауылда, біздер бала күннен, мен өзім жас күнімнен сол неге араластым, елдің қайғы мен қуанышына, тірлігіне араластым. Сонда ана тәтең, біздің елде шалдарға тәте дейді ғой енді. Мына жақта әйелге тәте дейді екен. Оғанда айтқан қалжың сөзім бар. Біздің ауылда сенің тәтеңді менің тәтем не қылатынын білетін шығарсың. Менің айтайын дегенім, жаңа сонда тәтең не деп айтты? Кәке дейтін еді біздің елде. Кәкең не деп айтты көзін жұмардың алдында? Не деп айтсын? Не айтасың тәте, не айтасың деп сұрайды екен ауылда үлкен кісілер. Енді біздерді көп баланы жақындатпайды ғой, жаспыз ол уақытта. Сонда не айтайын, ауыздарың бір болсын дейді екен. Біз ауыз бір жоғалтып алдық қой. Әке мен шешені тыңдамаймыз. Қазір сондай ағымдар бар, әке шешесімен отырып шай ішпейді балдар, қыздар. Неге? Әке шешем намаз оқымайды. Сенің намазда арабша айтқан сөзіңді қазақша үйіңде дастарханның басында астан кейін асқа айырғаныңда Құдай түсінбей ме? Құдай құмырсқаның тілін түсінеді ғой. Иә. Құдай құмырсқаны түсінеді екен. Иә. Ана орыстың мультиктерінде құмырсқаны бүйтіп қояды ғой, бүйтіп тұрғызып аяғымен. Олар да солай ана тәңірден жалынады екен, жарылқай гөр. Мына илеуден ана илеуге өткенде жаңбыр жаудырмай тұршы, мен бір әулетім ыдырап кетпесін аяққа өтіп. Жаным. Кеше енді осы жерде бір Ерболат деген бір ағамыз сізбен қатарлау 60-ға келіпті жасы. Өз жасында ауған соғысында болып, өз тағдырдың теперішін көріп, мынау Кришна дініне де, православ дініне, мұсылман дініне бәріне кіріпті. Сөйтіп, осы қазақтың өзін тәңіріне оралыпты жаңа кісі. Сол кісі айтып отыр, жаңа жаңбыр жаудырмай тұршы, құмырсқаның тілін біледі дегенде, сонда баяғы қазақтарда мынау тасаттық беретін еді ғой жаңбыр жаумағанда. Ал егер одан болмаса не істейді деңіз? Мынау құрбақан ала дегенде, екі аяғын екі жаққа қарай тартып, қатты ауыртса, құрбақа жылайды екен. Құрбақа жылағаннан кейін міндетті түрде жаңбыр жауады екен. Ол да арам үміттің бір түрі ғой, сенім ғой ол да. Сенім. Мен айтам ғой, жаңағы мына молдалар айтады, иманды бол, иманды жоғалтпа. Айтып қақсақ белатыр. Дінге кіргізіп алып, намаз оқып та иманды болды. Қазаққа айтудың керегі жоқ. Бізде сенім болған. Қандай сенім болған? Ана жаратушының барын ұмытпағанбыз біздер. Ана жақтан қарап тұр. Әке, ата әжеңнің әруағы қарап тұрған ұмытпағанбыз. Соның үшін не? Ой, әкемнің нағашы келіп жатыр деп жүгіріп барып қой сояды. Не деген сұмдық? Не үшін? Ана атам мен әжем қайын жұрты келіп жатыр, атам мен әжемнің әкемнің нағашысы келіп жатыр. Солардың әруағы назаланбасын деген сөз. Наразы болмасын, назырқамасын деген сөз. Не деген? Бұның бәрі неге жатады? Болған иманды бол деп айқайлауға жатпайды. Бұл мына қанмен, таза қанмен, сүйектің сұлтандығымен келген сенім. Ұмытылмайтын. Қазақи сенімде болсақ, біз еш нәрседен жоғалтпаймыз. Тектілікте. Енді қазақи сенімнің қарапайымын қараңыз, қарапайым жерін қараңызшы, қарапайым жеріне. Бір жерге барғанда айтып отырады, ай бәленшенің келіні күліп отырып шай құяды екен. Сен ана шай құйып жатқан келін қабағын түйіп отырса қалай қылып ішесің? Шайды. Аш болсаң да тоқтап қаласың ғой. Көрдің ба? Біздің қазақ адамның психологиясын түсінген халықпыз. Адамның. Ал енді сондай соның бәрін былайша айтқанда ымды түсінбеген дымды түсінбейді дейді ғой қазақ. Біз енді емеуріннен барлық нәрсені, адамды ғана емес, біз табиғатты да, жануарды да, мынау айнала қоршаған бүкіл мынау процестердің бәрін емеурінен түсініп отырған халықтың ұрпағы екенбіз. Ал енді бұлар келді де бізге мынандай нәрселерді айта бастады ғой. Анадан кейін қол жуу керек, ана жерге барғаннан кейін шомылу керек, мына жерге барғаннан кейін бір жерін тағы жуу керек. Айналайын ол бізге айту қалай ойлайсыз? Бізге сол қажет пе сол дүние? Яғни жоқ, ыдысын көріп асын іш деген халыққа қажет жоқ қой. Иә. Ыдысын көріп асын іш дегенсің. Басқа не керек? Ыдысын көріп асын іш деген тазалықтың діңгегі емес пе? Иә. Енді мынандай бір осы жерде сіз жаңағы бір сөзіңізді айта кеттіңіз.
ағайын бір-бірімізге баруымыз азайды. Жаңағы бір сөзіңіз бар, керемет. Ол сөзіңізді мен көрген адамдарға, басқа кісілерге айтып жүрем. Мешіт көбейді, мейірім азайды. ай бәрекелді көкем. Мешіт көбейді, Мешіт көбейді, мейірім азайды деген менің сөзім. Мейірімсіз материалистер мекені мешітте деп те жазған. Ей, жаным, жаным. Енді осыны сіздің... Оны не үшін жаздым? Мейірімсіз материалистер мекені мешітте дегенді. Менің имам інілерім өте көп, достарым өте көп. Баяғыда мен біреулеріне тіпті ақымақ болып дублен кигізгенмін. Кезінде. Соның енді айтайын дегенім, не үшін шыққан? Пәленше қайтыс болып жатыр деді. Сол мешітте отыр едік. Сосын ол кім деп сұрады. Ол кім деп сұрады имам. Сөйтті, ол пәленше. Кім ол? Бір ан жерде істейтін, күзетті істейтін кісі. Күзетті істейтін кісі дейді. Сол қандай ұруы кім бәрін сұрап жатыр енді. Енді қазақ ұруын сұру не ғой, енді қазаққа тән зат қой. Ол бөліну үшін емес, білу үшін. Онысына кінә тақпаймын. Сөйтті де қарапайым күзетші екен, қайтыс болып жатқан. Ана имам қасында отырғанға, наиб имамға, сен барып қайта қой дейді. Наиб имамға. Сол жерде әкім десе өзі кетеді ғой. Имамның. Осыған келісесіз бе? Келісемін. Мен соның үшін жаңағыдай деп сол жерде шықты сөз. Өзі бір Құдай тағала бір періште ма, білмем кім екенін айтты, көзіме көрінбейді, құлағыма сондай сөз келіп тұрады да, сол жерде жазып аламын. Мейірімсіз материалистер мекені мешітте деген сөз сол жерде шықты. Көкейіңізге салған екен. Тек сол жерде сала қойды. Мейірімсіз, қайталап айтамын, материалистер мекені мешітте. Ана күзетші деп еді, наибқа сен бара қой дейді. Қасында отырмын. Сол күдікпен қоя қой деді. Талай мешіттің ашылуын жүргіздім. Мешіт сен де аман бол, Әділбай сен де аман бол деп үйге қайттым. Бәрекелді аға. Бәрекелді. Онда Жетісудың... Ал енді мына ішкен суыма, басқан топырағыма әулиелі жерден атыр көттеп, мына әулиелі Сүйінбай атам жатыр, мына жерде көрініп жатыр. Жамбыл атам жатыр, Түктібай ата жатыр ана жерде. Қайназар дейді, Сарбай дейді, ата дейді, бәрін. Мына жақта Әлмірек пен Райымбек жатыр, бәрінің басына барып жүрген адам ғой, әруақты құрметтеп. Түркменстанға өте алмағасын, ата бабаның басына бара алмағасын, соларға айтып кетем, біздің шалды көріп жатсаң, привет береді деп қалжыңдап қоямын. Енді асаба болып тойда жүргенсің, кейде қалжыңдайсың, бірақ енді жылы қалжың, жылы сөз. Мына баяғыда бір жігітті өтіп бара жатса, бір кісі үсті су болып тұрған үйі жоқ бала екен, адасып жүр екен, үйіне кіргізіп, үстін құрғатып, қайтадан ана отқа қақтап киімін, өзін тамақтандырып шығарып салыпты. Ана баланы жаңбыр қойғасын. Бала кетіп бара жатқанда, ана енді байдың үйінде адам көп болады, ана бай болса да мейірімді, бай болса да емес, енді байды о заманның байлығымен, қазір бай жоқ қой, о заманда бай болған ғой. Егін еккен, мал еккен, мал баққан. Қазір енді біліп жатсың ғой, қандай жолмен байып жатқан адамдардың. Содан енді айтайын дегенім, шығарып салып тұрғанда ана бала кетіп баратып айтады, ата сізді Құдай қорғатсын деп айтты дейді. Қазақша былай екінші мағынаны қарасаң, Құдай қорғатсын деген бір құдығын қорғап қалсын деген сөз сияқты ғой. Бірақ ана баланың сондай таза жүрегімен айтқан, мен түсіндім ғой, оны Құдай да түсінеді ғой деп. Әмин. Бала бақытты бол деп жіберген екен дейді. Баяғы Құдай қорғатсын деген бай, ана кішкентай баланың тілегі періштелер қабыл етіп, тілегін жаратушы жарылқап, ана бай бұрынғыдан да жақсы болып кеткен, ана бала да үлкен, ана сөзді айта білген бала, болар бала боғынан дейді ғой, сөзді айта білген бала, ол да үлкен азамат болып кеткен екен дейді. Ол қасындағылар, мына бала не деп жатыр деп, ана жалпаншақтар сөйлеп жатыр дейді, қорқатсын деген не деп. Ана шал, ол басқа түсінікпен айтып жатыр деп айтты. Сол айтпақшы, мен де сол аталардың басына барғанда айтамын, ата, Сүйінбай ата, деймін кейде барам. Ана әкем пәлен, атам пәлен, әжемнің аты пәлен, нағашы әжем де сол жерде жатыр, оның аты пәлен, бір балам қалып еді, ол бәріне привет береді деп қоямын. Қасындағылар күледі. Ал енді мынау Жетісуға деп жазғаным, осы елдегі жақсы ағаларыммен жүріп, мені құрметтеп, сөйтіп мойындағанына бір жазған өлеңім еді. Жетісу айналайын жерің шүйген, қосылған қыстауыңа мен бір үймен, жақсы мен жайсаңдардай көргенден соң
Адай мен Алатауды ай бірдей сүйлем ай Албаным ай суаным ай үйсінім ай дулатым ай бауырым ай айтқаны асанғайдың теңдігі бар болжадым осы ауылдың кеңдігі бар Алатау айналайын бауырыңнан көтерген мені шыңға елдігің бар Албаным суаным үйсінім дулатым бауырым Адайдың бір қайғысы әділбаймын елімнің болашағы алаңдаймын жақсының жақсылығына мойындаймын ішінде қалың тобыр жата алмаймын Албаным суаным үйсінім дулатым бауырым Алатау айналайын қазағым Ой, бәрекелді. Осылай шығып кеткен. Бұның бәрі ақылдылықтан деп ойламаймын. Өзі жаратушы. Біреуді телевизор жөндейтін қылады, біреуді жаңа компьютер шұқылайтын қылады, біреуді музыкант қылады, сосын біреу маған айтады жақында бір адам. Осы мен кішкене жаңа қазақиға бас бұрып дінді нетіп жүрмін ғой. Иә, сынап. Иә, Ибн Рушд деген кісінің өзі айтқан екен. Ибн Рушд деген кісінің өзі. Сол заманда, дін шыққан заманда. Қараңғылық жайлаған қоғамда ең пайдалы сауда дін деген. Қараңғылық жайлаған қоғамда ең пайдалы сауда дін деп айтқан. Ол адам ақымақтықтан айтқан жоқ қой. Бәрекелді. Мысалы үшін маған жақында біреу айтады, саған не құлағыңа келеді тұра ма дейді. Жаңағыдайды. Иә. Өлең жазсам. Не үшін айтып отыр ол? Ол бір мені жаңағы бір ұлықтайын деп, я бір елден ерекше қылайын деп айтып тұрған жоқ. Не, сен кімсің дегенде мен айтты да, яғни қазақ айтады ғой, айналайын деген сөздің балы мен уы бірдей деп. Кім произношениеден жеткізу. Интонация қарап білесің ғой. Сөйтіп еді, мен сосын айттым, иә, сөйтіп келеді де тұрады дедім. Әй, деді. Әй дегенсін мен айттым. Сен Королев дегенді білесің ба дедім. Селковский, Королев дегендерді білесің ба дедім. Иә, білем деді. Олар дедім, қай арабтың Черновигін, я қай еврейдің Черновигін, я болмаса қай Американың, я бір қай немістің, я қай Қытайдың Черновигін ұрлап алып корабль жасады, космический. Ұшырды. Оларға да бүйтіп келді. Иә. Маған сөз келіп, күй келген сияқты, оған да солар келді. Не берді жаратушы, немен жарылқады, олар соны жаратты. Деп едім үндемей қалды. Бәрекелді. Көрдіңіз ба? Олар әркімге сондай берген. Мысал үшін қараңыз, неге Арабстаннан космический корабль ұшпайды, неге Байқоңырдан ұшады? Ана жақта ворота бар ғой. Иә. Сонда даже аспанға ұшатын қақпаның өзі Қазақстанда тұр ғой. Бәрекелді. Мысал үшін айтады, Меккеге барып өлсең дейді, прям жәннатқа барасың. Бәрінің қақпасы Байқоңырда тұр ғой. Иә. Орыс пен Америка ақымақ бұл жерден ұшырып жүрген. Бәрекелді. Кел. Болмаса өздеріне жасай салатын еді. Жоқ, мына қақпа деген сөзді қарашаш. Қорқытатын бекер жатыр ма, қобызды шығарған. Сол қобыздан бүкіл әлемнің контрабасы, виолончелі, скрипкасы бәрі сол Қорқыттың қобызынан шығып тұр. Бәрекелді. Бәрекелді. Қаңлатамыздан. Мына сына жазудан не шығып тұр дейміз ғой, жазу шығып тұр. Жазу шығып тұр. Не дейсіз?
Ал сонда ана адамдар не ойлайтынын білмеймін. Арабтың біздің тәртібіміздің, тәрбиеміздің анаудың діңгегі арабтың діні дейді. Ал соны айтып тұрғанда ана жердің астында жатқан атасы мен әжесіне күйе жағып отыр ғой. Ай, масқара, масқара, масқара. Тағы былай деп айтады. Өлі жебемей тірі байымайды дейді. Ау сен жебейтін өліні ары қарай сүйегін сырқыратып атсың ғой. Қайдан жебесін сені? Сен бүткіл ұлттан неден ата бабаңды кем қойып атсың ғой? Біздің қазақ анау, біздің қазақ мынау дейсің. Ана жатқан атаң қазақ қой, әжең қазақ қой. Иә. Өлі жебемей тірі байымайды деген сөзге мынадай түсініктеме жаздым. Өзімше. Ағашты алыстан көріп, жақындап жапырағын ұстап, жемісін жегеніңмен тамыры жердің астында. Ағаш жердің тамырымен жерден көгерсе, біз де ана ата бабамыздың әруағының желеп жебеуімен өсеміз. Соның үшін айтады екен жаңағы, баяғы ауылда жатқанда тәтең не айтты дегенде айтады, әй не айтайын, аузың бір болсын деп кеткен екен. Сонда біздің аузымыз бір болса, аналар да жақсы болады екен. Ай бәрекелді. Тыныш жатады екен да. Желеп жебеу деген сол екен. Бір-бірімізді ұрламасақ, оралман деп айдар тағып қандасыңа, кешегі орыс қуып кеткен, большевик қуған оралман келіп, жерді сатпасаң, 8 сотық жердің бәрін сатып алдық қой келіп мінеке. Не қылған ол? Адамгершілік. Жоқ, енді адамгершілік деген, бұл жерде тіпті адамгершілікті айту қияласың ғой. Айту қияласың. Аға, мен мысал үшін бағана жеңге туралы жаздым ғой. Енді мына тағы құлағыма сыбырлаған сөз. Бір тойда тұрсақ, 8 баласы бар екен біреудің. 8 келінді құдай берген да, бірақ бәрібір мына татулыққа тіл көз етеді деген рас. Ішінде, сосын мен айттым, 8-іңізді айтпайсыңыз ғой дедім тойда тамада болып тұрып. Мына үлкен атасы мен әжесінің баласы айтсын, сосын қазіргі мына қара шаңырақтың иесі кенжесі айтсын дедім. Сөйтіп ортасында тұрғанда бір келіннің сыбырлағанын естіп қалдым. Ана күйеуін айтты. Ей, мөкей деді. Сенің ақшаң жоқ болғасын ана екеуіне беріп жатыр сөзді. Сені кедей көріп жатыр. Тамадаға солай айтып қойған ғой деген сөзді естіп қалдым. Көрдіңіз ба? Содан былай деп жаздым. Бауыр деген жақсы ғой адал болса, қайтер едің бауырың надан болса, арам қатын қосылып наданыңа әрі қарай ноқталап жаман қылса дейді. Әнекей. Бауыр деген жақсы ғой адам болса, қайтер едің бауырың надан болса, арам қатын қосылып наданыңа әрі қарай ноқталап жаман қылса. Күйіктен де осындай сөз шығады. Әне. Ойланып, сол жерде аяқ астына шықты. Көрдіңіз ба? Бәрекелді. Бәрімізде бар ондай. Тума. Бар. Бәрінде. Жаңағы Патшада да бар. Осы қазақтың зиялы жігіт, қазіргі замандағы зиялы жігіттерінің өзімен сіздің жалпы айтқан былай сөз енді нелер дейміз ғой. Мынау Саптау. Сөз саптауыңызды жалпы мен өзім екіге бөлемін. Иә. Біреуін қазір түсінуге болады. Қазір айтқанда қазір түсінуге болады. Ал енді біреулер бар, олар формула арқылы бір жылдан кейін түсінесің оны. Бірақ түсінген кезде охо деп маңдайыңды ұстайсың. Мына осы сөзді сізден бұрын Ержан Белғозиев ағам айтқан. Маған ұрысқан. Өлең жазсаң да, сөз жазсаң да 3-4 күннен кейін түсінеміз. Қарапайым қазіргі мына нені жаңағы не болса соны өлең қылып соған түсінетін, соған билейтін мына тобыр қарнап жаз өлең деп ұрсады маған. Еще күледі айтып алады тарқылдап. О сен сондай қылып жазасың ба? 4 күннен кейін не айтқанын түсінеміз деп маған. Ержан Белғозиев ағам 2 рет ұрысты маған. Қарапайым жас, мына тобырдан ақша тапсаң болды ғой деп күліп қояды да. Аға ақшаны Құдай береді деймін. Әзілшін араластырып айтады. Мен айтамын, баланы берген Құдай ақшаны да береді. Бәрекелді. Себесінде болады. Киіктің бір лағы артық егіз туса, жаңа шөптің басы айырылады деп қазақ. Оны неше айтқан атам, тағы өзіміздің сеніміміз. Оған ешқандай діннің керегі жоқ. Мына жүректегі сенімге. Бізде тонау жоқта біреудің командовать етіп тұрған түсінген ата бабамыз. Дін мұсылмандығын келмей тұрғанда түсінген. Киіктің бір лағы егіз туса, шөптің басы айырылады. Даладағы киіктің үшін. Қорасындағы қойын айтпаған, даладағы киік үшін. Ой, жарықтық. Не деген? Кие дегенді, ие дегенді керемет білген ғой елім, қазағымыз, атамыз. Сөз жоқ, ата бабама сөз жоқ. Енді осы жерде аға бір не туады да, бір ой туады. Міне осы біз әңгімеміз қазір бір 40 минуттай шамасында болды. Сонда бір 2-3 рет, бәлкім бір 2 рет па, бірақ қазір 1 рет нақ айтылды. Сіз айтып отырсыз, мұсылмандық келмей тұрып, біздің ата бабамыз бұл нәрсенің бәрін білген деп отырсыз. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған ғой. Ол қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған zaman кешегі
миссионерлер келгеннен кейін ондай болмаған. А, Тек тонаушылық, алдаушылық болған. а, Иә. Қазақтың ақылды шалдары, ақылды адамдар айтып кеткен, ораза, намаз тоқтықта деп жылаған. а, Ораза, ел үшін тоны тауға барып, арқар аулап, елік аулап, бұғаулап, ауылын бағып отқан адам қаяқтан ораза ұстайды? Қаяқтан намаз оқиды? Тауда жатыр ғой, қақпаның басында жатыр ғой. бәрекелді. Рас. Ал мына осыншама жерді қорғап тұру, елді, бала шағаны, жайлауды, қыстауды қорғап атқан батырлар қаяқтан намаз оқиды? Оларға намаз оқып атқанда келіп қалса қайтеді. Мысалы үшін. Иә. Ал енді осы жерде бір осыдан логикалық тізбек. Қараңыз, тағы қайталап айтамын. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалады деген заман сол уақытта болған. Мұсылман діні келмей тұрып болған дейсіз. Одан да бұрын болған. Одан да бұрын. Не үшін? Сенімін жоғалтпағанбыз. А, Біздер ол уақытта мұсылман кез келген дін келген уақытта бізге сеніміміз адамға кетіп қалды ғой. Адамға кетіп қалды. Адамға, Құдайдан кейінгі адамдарға, біздіге осыны жазып әкеліп басымызды айналдырған адамға сенім кетіп қалды. Ал ол уақытта ортада ешкім жоқ, тек Тәңір бар еді. Ана Тәңірден, Құдайдан ұялатын еді да. Анау қарап тұр ғой. Анау қарап тұр ғой, қонағыма барайыншы. Қонағыма шай берейін, нан берейінші, шұбат берейінші, қымыз берейінші, тай сойып берейінші. Анау көріп тұр ғой деген ғой. Ал енді дін келгесін ортаға біреу кіріп кетті да. Соның үшін соны таратқан адамға беруге асықтық қой. бәрекелді. Көрдің ба? Біз қақпанға түсіп қалдық. Баяғана Ақсүйекпін деген кісілердің кеп ауылдың малын. Қақпанға түсіп қалдық қой. Қақпанға түсіп қалдық қой. Соның үшін баяғы ақылды адамдар жылаған. Ораза, намаз тоқтықта. Ораза, намаз тоқтықта. Бірдеңе болса сәлден қалар. Жоқ, ораза, намаз тоқтықта. Дінше молда дін бұзар, қожа молда ел бұзар деп айтқан. Не деген сөз? Елдің бұзғаны, даже сол уақытта сондай, енді бір адам үшін жауап бермейтін шығар, бір құмалақ шертетін шығар. Бірақ бәрібір солармен келген адам ғой. Келіп айтқаны. Мына қызға дем салу керек, кішкене бірдеңе ектігін екен. Мына келінге дем салу керек деп бет-аузы жылтыраған әдемілеу әжелеріміз болса, жасаңдау сондай құйтырқыларды бұлар көп істеген. Тарихта доказано. Мен үлкен кісіден естіген сөзім бар. Жаңағы апамызға дем салып жатып, ұзатылатын қызға мынаны ұзатпай тұрып бір дем салып жіберейік деп, бөлек бір киіз үйге кіргізіп, дем салып атып, апамыздың әр жерін ұстап, сөйтіп атқанда әкесі келіп қалған ғой. Әкесі келіп қалған уақытта жаңағы молда қожа жалп етіп, жаңағы молда ма қожа ма білмеймін, әйтеуір жаңағы оқушы, жаңағы сол дін адамы да. Дуалаушы. Жоқ, жаңағы не қылушы. Демса молда да молда, таза молда, діндар құлаған ғой. Ана әкесі есікті ашып деп келіп, о заманда қазақ жерді теуіп аяғымен деп кірген ғой. Кірген уақытта қорқып кетіп, қасында тегеште оқып жатырып ішіп жатқан Ағарғанға құлаған ғой. Ағарғанды түсінесің ғой. Біздің қазақ общий атын Ағарған дейді ғой, жалпылама атын. Қымыз, шұбат, айран деп бөліп жүреді, Ағарған дейді. Ағарғанға құлаған ғой. Құлағанда сонда қараңыз. Ана отырған молда харам, отырған оқып отқан адамда апамыздың әр жерін ұстап қоздырып отыр ғой. Сол уақытта әкеміз қандай қаны тазалық, осы жерде қанның тазалығы сүйектің сұлтандығы келеді. Сонда келіп жыламсырайды дейді әкеміз. Әй, садаған кетейін қожекем, ай, құласа да аққа құлайды ғой дейді. Ол ана келгенде сасық балып бітіп, ана қолын тартып алған уақытта бұлай оқыс құлап, ана тегешке құлаған екен. Не деген таза халықпыз. Не деген ақ жүрек. Іште арамдық жоқ. Мін жоқ қой. Мін жоқ. Не үшін? Сол баяғы сенім. Келікте бұзды, ортаға адам кірді ғой. Мысал үшін сауданы бұзатын адам сияқты да. Сен екеуміз бір түйенің саудасын жасап тұрсақ, біреу келеді, сенің үстіңе 10 мың қосып береді маған. Ана арам адам анағаны өтетті кете береді. Сауданы бұзды. Бұзды. Міне сол бұзды ғой. Біздің Тәңірмен арамыздағы сауда бұзылды. Таразы бұзылды, таразы. Таразымыз бұзылды. Біз Тәңірдің таразысын түз ұстап келетін едік, таразының мына жағын біреу келіп басып жіберді. Саусағын қойып жіберді. Ал өтірік десеңіз айтыңыз. Рас. Логикаға келе ме, келмей ме? Келеді. 1000%. Соның үшін біздің бір адайдың үлкен шалынан естіген жерім бар. Араға адам түссе боқса сүйді ғой деген сөзді. Араға адам түссе боқса сүйді ғой дейді. Не деген мақал ұмытылып кеткен. Бала күнімде естігенім құлағымнан кетпейді. Араға адам түссе Әділжан боқса сүйді ғой. Мына тобырға ерме деді ғой маған. Жас күнімде айтқан сөз. Сүйегі сұлтан деген бір керемет. Қан таза. Осы жерде енді. Ей жылаушы. Тең атаның баласы теңдікке көнеді дегенге бүкіл елдің бірдей айтқаны.
Ей жолаушы, болмаңдар бір-біріңді тонаушы. Ей жолаушы, болмаңдар бір-біріңді қорлаушы. Ей жолаушы, тежеуіш жоқ, бәріміз бір көлікте. Ей жолаушы, бәріміз бір жолаушы. Бәрекелді. Қай жолаушың бізден артық? Қай жолаушы бізден артық? Менің ата-бабамнан кім артық? Қонаев бапам да кетті, Брежнев те кетті. Міне бәріміз бір жолаушы. Орыс великий народ болатын болса, араб бізге үлгі болатын болса, неге Қонаев бапаммен бірге кетіп қалдық? Неге жүре бермейді ол? Иә. Значит, бәріміз бір дейміз. Иә. Жолаушымыз бәріміз. Иә. Осы жерде енді бір сұрақ туындайды да. Мынау жаңағы Құдай арабша сөйлейді дегенге қалай өз ойыңыз былай? Енді жаңа ойды айттым ғой, құмырсқаның тілін түсінген Құдай қазақшада түсінеді деп. Құмырсқа арабша біле ме? Жоқ, өзіңіз ойланыңызшы. Иә. Енді мына кешегіде бір діндар айтады, осында бір қыз ұзату тойға тамада болып барғам, ерегесіп қалдым ма діндармен. Мен айттым, осы 5 уақыт намаздың теңдігі қайсы дедім. Жаңа діндар адам атын айтпай ақ қояйын, ел танып қояр. Бір ондай әңгімелерге мен адамның атын айтпаймын. Себебі ұрпағы бар, бала шағасы бар, қызы бар, ұлы бар, күйеу баласы бар, қынжылып қалар деймін да. Құда жекжаты бар, қынжылып қалар деп атын айтпаймын. Біреудің атын айтып қоссаң өсек болып кетеді ғой. Мен айттым, 5 уақыт намаздың атам намаз оқитын еді. Қол аяғын жуып ағданбал ақ көйлек қара шекпенмен түйе қораның ығынан бу болып келе жатады. Яны барда. Біздің Түркменстанда Ташауыз облысында -10, -8, -15, -20-ға дейін суық болатын еді. Бесіннің өзінде, бесінге дәрет алғанда бу болып келетін еді. Сол уақытта арабың дедім, ем қылып түйенің сідігін ішіп жүрген, арабың ем қылып 40 градус, 30 градус ыстықта отырып дәрет алуға. Кәне теңдік десем, діндар аяқ астынан жұлып алғандай. Ой, әдеке, сіз білмейді екенсіз ғой, нені білмеймін? Суық жерде жерге қолыңды бүйтіп мына жерге қолыңды екі алақаның тигізіп, денеңе бір тигізсең тап-таза болып кетесің деп айтқан деп соқты. Мына қулықтың түрін қара, өмір естімеген сөзіміз. Мен сонда айттым, үлкендер етке отырып келіп те, жумай қолымды тигізіп бейтсек артымыз тап-таза болып кете ме дедім. Сөйтсем өзі күліп жіберді жаңағы ұятсыздың. Мырс ете қалды. Адам бір нәрсені айтқанда ойланып, бірдеңеге сүйену керек қой. Ана сахаба мынаны айтты, мына сахаба мынаны айтты дейді. Айтсын жақсы сөзді. Ұрлық жасама, әке-шешеңді сыйла, қарындасты қадірле, адасқаннен адаспа деп айтсын. Мысал үшін да. Біреу холодильник ойлап таппады ғой. Холодильникті ойлап тапқан адамды қалай мен сахабадан жаман көрем. Ана Вьетнамдағы, Вьетнам деген шірітпей бір апта құрбақасын салып жеп отыр ғой, шірітпей. Свежий қылып. Сол холодильникті тіпті дінде жоқ адамдар пайдаланып жатыр ғой. Діндарлар былай тұрсын. Сол арабыңның өзі кондиционермен нені пайдаланып жатыр ғой. Жаңағы. Машинаны басқаны. Жақында бір имам жігіт, қай ауылдікін айтпаймын, осы Алматы облысынікі. Ла илаха иллаллах, шаду ва ла илаллах Мұхаммад расулуллах деп айтпаған адамның деген жоқ, адамзаттың бәрі тозаққа кетеді деді. Бәрі адам тыңдап отыр. Шыдай алмай тұрып кеттім, мен ондайға шыдай алмаймын. Не деп отырсың дедім. Не деп үріп отырсың дедім, жаңа имам болса да. Жер бетінде 8 миллиард халық бар дедім. Оның 1 миллиард мұсылманмын деп жүрген ағаларымның өзінің алаяқтығын көріп отырмыз. Мына Қазақстанның өзінде дедім. Алаяқтығын көріп отырмыз ғой дедім. Қажыға барып келген адамдардың дедім. Сен 1 миллиардтың ішінде дедім. Сен 7 миллиард халықты, оның ішінде самолет шығарған бар, сотканы шығарған бар, холодильникті жаңағы айтқан шығарған бар, кондиционерді шығарған бар. Бала шағамызға велосипед шығарып берген адам бар. Үйдің үстіне шифрды ойлап тапқан адам бар. Сен солардың бәрі мұсылман емес, солардың бәрін тозаққа жіберіп, өзің жәннатта кальян шегіп отыратын кімсің сен? Шарап ішіп, Нұрдың қызының санын сипап жататын сен кімсің? Дедім имам. Сөйтіп отырған 1-2 шал намаз оқымайтын күліп жіберді ана жерде. Оны айтып отқанға, жаңағыдай шахадат атпаған адамның бәрі адам демейді, адамзаттың бәрі тозаққа кетеді. Мынау ұят қой. Имам, бір ауылдың имамы осы Алматы облысында. Ұят жоқ. Ұят жоқ. Сөйтіп отырып айтады, жаңағы арасында үндемей отырдым да, сосын үндемей кеттім, мен төбелес болып кететін болғасын, өз баламмен жас деген, сосын құрсын дедім. Сөйтіп отырып айтады, бізді мына айтып отқан сөзін қара, мұсылмандықтан деп болды. Бізді орыс қой қорғайтын дейді. Мен айттым, сосын жаймен айттым, үнім бағана дұғаң нен қорғамай ма? Арабың келіп қорғамай ма? Дедім, үндемей тек тамақ жеп болған уақыт еді, шапанын бүйтіп былай
жапты да бір алдын бүйтіп шықты да кетіп қалды. Сөйтіп отырып жаңа имам айтып отқан сөзің қара, бізді орыс қорғайды ғой дейді. Ал мен айттым, Құдай қорғайды десе болады ғой. Иә. Орыстың армиясы күшті деп қояйық еще. Қандай адамды имам болады, еш уақытта біздің ата бабамыздың заңы бізге ешқашан зиян қылмайды. Ешқашан қазақтың заңымен жүрсек біз адаспаймыз. Қазақ не айтады? Жынды болса әкеңді байлап бақ дейді. Сол сөз бар ма ана Құранның ішінде? Жоқ, оларда ондай нәрсе жоқ. Жоқ, Құранның ішінде бар ма? Сіз білесіз ғой, мен білмеймін. Жынды адамды байлап бақ әкеңді деген. Қазақ айтқан ғой, жынды болса әкеңді байлап бақ деген. Басқа не керек? Басқа не керек? Құдыққа түкірме дейді. Не деген сөз? Шымырауда. Баяғыда бір атамыз намаз оқиды екен. 40 жыл оқыпты. Кемпір әжеміз ақылды адам екен, қартайғанда айтты дейді. Далада отырып енді жаңағы құдықтан су ішеді, құдық сарқылып қалады, мал ішеді. Сонда қарап отырып жаңа әжеміз айтты дейді. Енді таста деп айта алмайды ғой енді. Бәрі ар жақтан қорқытып қойған ғой, идеология. Миссионерлер келіп қорқытып тастаған ғой енді, үйтпесең бүйтіп қаласың, анаған сөйлесең бүйтіп қаласың деп. Сонда ана әжеміздің ішіне сыймай кетіп айтқан екен дейді. Ай, айналайын шалым, ай, айналайын шалым, ай. Оқыған намазың төккен суыңа жетпеді ау деп айтты дейді. Сонда бәрінен ана құдықтағы су пайдалы болып тұр да. Таусылып қалып тұр ғой су. Оқыған намазың төккен, ана сырқылып қалды ғой, мал ішті, не ішті, мынау күнде дәрет алады, безіреді. Енді дәреттің суына көп кетпей ақ қойсын, бірақ бәрібір мысалдап айтқан сөз ғой. Әй, айналайын шалым, ай деп айтты. Оқыған намазың төккен суыңа жетпеді ау деп айтты. Енді осы жерде бір керемет қазақтың мынандай бір ие жайлы бір керемет өзіндік дүние танымның ұшқындарын арасында осы ауылда балалардан арасынан да естіп қалып жатамыз. Бірде былай болды да, бір ауылды жерде бір ағайындарымызбен бірігіп, мына жерге не қазып жатырмыз? Діңгек қазып, мына стойка дейміз ғой жаңағыдай. Діңгек. Трек орнатып жатырмыз енді. Сөйтіп бір ағайынымның баласы, мен мына кәдімгі мынау жер қазатын штыковой күрек дейміз ғой, жаңа жер қазатын күректі алдым да жерге былай қадап қоя салдым да, сөйтіп демалуға кетейін деп жатсақ, жаңағы баланың айтқан сөзі. Аға деді, жерді бекерге жараламаңыз деді. Ту! Сөйтіп ана күректі ақырын өзіңе пайдаңа жаратып қаз дейді ғой, былай жаралама дейді. Ағашты жаралама дегенде сөзді естіп. Ағашты жаралама деп. Біреулер ағашты тұрып балтаны бүйтіп қоя салады ғой, өсіп тұрған ағашқа. Сонда да қазақтың баласы айтты, аға ағашты жаралама шаш деп. Қанда бар ғой. Қанда бар ғой. Қанда бар. Ау арабтың жерінде, құмның ішінде ағаш өсіп тұрған жоқ, ондай қылып айтатын. Өзіміздің мына кең даланың, Алатаудың шынарын көрген, Көкшетаудың шынарын көрген, Қызылордадағы үлкен, жалпы қазақ жерінде көп қой, ағаш өсетін жер. Мұна көп. Соны көрген жердің баласы айтады ғой. Ана Маңғыстауда 2-3 түйір әр жерде ағаштың көлеңкесінің қадірін көрген адам айтады ғой оны. Аға ағашты жаралама шаш деді. Бәрекелді. Сүйегім сырқырап кетті. Жап-жас бала айтты. Жаңағыда аға жерді бекерге жараламаңыз деген кезде мен өзім бір 3 жасар, 4-5 жасар балаларға бір айтасың ғой, ананы былай істеме. Өзім сол 3-4 жасар бала, ақылым 3-4 жасар баланың деңгейі сияқты болып сезініп қалдым. Ана бала мен үшін енді бір керемет данышпан бұл. Шынымен данышпан. Ау қанда бар ғой. Қан. Міне тек деген осы ғой, қан. Орыстардың өзі айтады, кровь не вода деп. Көрдіңіз ба? Керемет. Қазақтың мынау дүние танымы енді аға үлкен. Бірақ жатсақ, тұрсақ, отырсақ, жүгірсек, жүрсек, тек жаратушыны ұмытпау керек. Мешіт салып атқандарға ойланам кейде. Менің жұдырықтай жүрегіме сыйған Құдайға үйдің не керегі бар екен деп. Ау сен үй салғаның не керегі бар, мына жеріңде тұрмаса. Жұдырықтай жүрегіме сыйған Құдайға үйдің керегі жоқ дейді. Енді қарап отырсақ, біздің қазақ енді сізден естіген сөзім осы қазақ ақты сатпа деген. Ақты сатпа дейді. Қазақ ақты сатпа деген. Ешқашан бір-біріңе сатпан деген. Ал ақты сатқанда не болдық? Бәріміз сатқын болып кеттік қой. Басымыздан бастап сатқын болып кеттік қой. Ақты саттық. Ал мен осында таныстарым бар өшелерде ақты сататын. Мен айтам да, жақсы, ал заман соған тірелген бола қойсын. Заман тірелгенде ол аштан өлейін деп сатып атқан жоқ. Енді андай үлкен не ашып атса, малды көбейтіп атса зиян жоқ оның. Цех ашып зат етіп атса оның зиян жоқ.
аштан өлейін деп айтқан жоқ. Сол ана ақшам қайткенде көбейтіп жіберем, қалай Мұхтардан қалмай мәшін алам, Мұхтардан қалмай сотка алам деп сатады да, киімді қалай алам деп. Түсіндің ба? Барлығы қазақи баяғы Бұхар жыраудың өзі айтып кеткен. Адайдың абылақтан нұрым қашағанды айтып кеткен. Сүйінбай атаңды айтқан. Бұхардың мынандай бір сөзі бар. Неғыл дейді, бірдеңе жаманға мал бітсе, аңқан құрық білгенде сау мал бермес ішерге дейді. Қай заманда да болған ондай адамдар, топастар. Ана адамның, бұрынғы адамдар жақсы деген сөз бекер сөзі. Бұрынғы адамның ішінде де болған сатқын. Ал сатқын болмаса біздің қазағымызға қаяқтан келіп, большевиктер де келіп бізді алдады. Сенің ана кедей ағайының айтты, мына Мұхтарыңда 10 қой бар екен, сен ананы жамандап жаз деді, сен ат жіберді. Өзіңнің ағайың. Бәрімізді бір-біріміз өзімізге айдап салды. Дұрыс па, дұрыс емес пе? А мыналар да қазақтың жерінде ертеде үлкен кітапхана болған деп естідім шалдардан. Соны келгенде, мына миссионерлер келгенде, Құраннан басқа шипа жоқ, өртеңдер деп өртеп жіберген дейді. Рас. Соны қалған кітаптарын бүйткен аман қалған мына Қытай, Сытай, басқа ел алып, бізге қазір шөптен дәрі жасап, сатып, осы бай адамдар Қытайда пәлен емші бар екен, пәлен дәрі бар екен деп, соны пәлен миллионға сатып алып жатыр қазір. Көрдіңіз бе? Өзіміздің баяғы өртеп жіберген сатқындардың бір өртеп жіберген, сол уақыттағы сатқын жігіттердің, шалдардың өртеп жіберген кітапханасынан қалған заттар. Көрдіңіз бе? Құраннан басқа шипа жоқ өртең деген кітапхананы өртеп жіберген дейді. Үлкен кісілерден естіген сөзім. Баяғы заманда естідім бала күнімде. Көрдіңіз бе? Иә, рас кітапхананы өртеп. Совет Союзында, баяғы шалдарды көріп соғысқа барып келген, үйінде балдарын айтып отыратын еді. Ертең мұны үйі жүгері орады екен, барып орағыңды алып барып, таңертең ерте барда көмектес дейтін еді. О, қазіргі біздің жасымыздағы, енді 60-қа келіп қалдық, біздің жасымыздағылардың өзі баласын бір жерге көмектесетін болса, қанша береді екен деп баласынан әкесі сұрап жатыр ғой. Бұдан артық қандай азғындық керек? Ағайынның өзіне сөйтеді, қанша береді екен деп. Деген сұмдық. Міне жаһандану деген. Мінекей, ақшаға тіреп барлығын адамгершілікті ал. Абырой, адамгершілік, ауызбірлік бәрін ысырып тастады, ақша деген тұрды қазір. Енді мынау саудагерлік психологияда өзіңіз айтып қалдыңыз, жаңағыдай 5 тиынға 10 тиын қосып халықтың қанын ішетін адамдар деп. Жалпы қазақта бір сөз бар ғой, есептескен ел болмас деген. Ал енді мынау араптан келген идеологияны қарайтын болсақ, бер жақтағы саудагерлер неде шығарып алған? Есепті дос айырылмас деп. Ол мен саған бердім, сен маған бер дегеннен жаңылма деген сөз ғой. Ол жақсы сөз деп есептемеймін. Қазақ санаспа деген. Санаспа. Бүкіл ненің ұстанымы сан ғой. Жұлдыздың санын ешкім білмейді дейді, мысалы үшін. Айды санайды, 14-інде жарық, 15-інде толды, 14-інде толды дейді. Барлық тұжырымы бәрі санда тұр. Қазақ санаспа деген ғой. Ақшаңда санда тұр. Малыңда санда тұр. Жаныңда санда тұр. Бірақ оның санын өзің білмейсің. Ол жаңағы қой үстіне бозторғайы жұмыртқалаған заманның бірінші белгісі сол болып тұр екен ғой онда. Сол ғой. Санаспаған. Енді өзіңіз ойлаңыз, осы заманда сен бір жүдеу атпен чаршап Шымкенттен келсең біздің үйге. Менің 5-6 атым тұр. Қазіргі заманда мына атыңды өзім адам қылып аларым, тастап кет, мал қылып аларым, мынаны мініп кет дейтін адам бар ма? Жоқ. Қазір мен ондай қиындау. Бірақ 10 мыңнан бір адам шығуы мүмкін. Ол да рет. Нағыз тегі қайнап жатқан өзі, қаны қайнап тұрған бір қазақ. Негізі енді бәлкім осындай әңгімелеріміз жалпы қазақ дүниетанымға байланысты көбейетін болса, өте көп идеология жасауымыз керек. Түсіндің ба? Иә. Балаңа көршің келіп отырғанда, папаңның денсаулығы үшін алып қой деп отырып алса, балаң сенің көзіңше арақ ішіп жатса не болады? Мысал үшін, простой пример айтайын да. Қарапайым мысалда. Көршің айтады да, алып қой, жасың армиядан келдің, жасың 20-ға келді дейді. Папаң бүгін туған күні алып қой, ана бала алып қойса, бізді сондай қылып жатыр ғой. Алып қой деп жатыр ғой. Түрлі жолға салып. Мен оған жаздым. Қайда кетіп барасың мұсылмандық, бөлінген 100 ағымға ұшынғандық. Ойланып қайран елім болашағын, менікі алаңдаумен қысылғандық деп. Бәрекелді. Түсіндіңіз бе? Құдайды ұмытпа. Ал тағы бір әуде жіберіңіз енді. Жұбынан қылып. Былай болсын. Құрманғазы атам жарықтық әруағынан айналайын, Құрманғазы атам.
енді осы Құрманғазыға тең келетін бір ғұламаны тауып берші, күймен домбырамен түсіндіретін бір ғұламаны тауып берші. Күймен түсіндірген екен деп. Шешесіне қарап отырып айтты дейді әжемізге. Ей асыл анам, сенің ақ ордаңнан шығып, сенің ақ сүтіңді еміп, сенің ақ тілегіңмен жер басып жүрмін ғой Құрманғазы болып. Анашым, аман жүрші, анашым аман жүрші. Қызығымды көрші деп, аман бол шешем, аман бол деген күй тартқан екен. Барлық аналардың тілегі қабыл болсын. Ана үміті деген де күйім бар. Барлық аналардың үміті үзілмесін. Барлық ана балам адам болсын деп жүр. Барлық әке соларды бағам деп жүр. Осылардың бәрінің амандығын тілеп, аман бол шешемді тартайын. Сонымен жеңешеңнің жаңағы қонағасы дайындалып жатыр екен. Соны Мұхтаржан өзің арналған. Не дейін? Ал бар әкелер бәрі аман болсын. Қазағым амандық тілеймін. Беу деген екен. Жер ана, әйел дана жеке дара, көбейген анаменен дүйім дала, құлаған талай шалдың шаңырағын көтерген биігіне әйел дана дейді. Ай, бәрекелді аға. Көп алғыс айтам. Осы жерде мінекей керемет сұхбат болды. Тағы бірде жалғастырып әңгімемізді өрбіте жатармыз деп ойлаймын. Елге береріңіз мол болсын. Өзіңізбен тұрақты түрде енді хабарласып, көптеген сұрақтарға өзіңіздің азаматтық пікіріңізді біліп, елдің назарына ұсынып отырсақ деген ойымыз бар. Көп жасаңыз, шаңырағыңызда бақытты болсын. Жетісудың саласы, Ақжайықтың жағасы, ұлан байтақ кеңелім, ұлы жүз орта, кіші жүз үшеуі бір ананың баласы. Ойлаңдаршы бауырлар, алыс беді мұның арасы. Бірлікте болайық қазақ. Бәрекелді, бірлік болсын елімізде.